Сәлем достар, сіздермен бірге Әсем каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оп-оңай жасалынатын 5 минутта дайын болатын керемет пирог дайындаймыз. Алдымен ол үшін ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, осылай венчикпен араластырамыз жақсылап. Қажетті ингредиенттер астында жазылып тұрады. Оның үстіне енді сүтті қосамыз, сұйық майымызды қосамыз, және тағы да араластырамыз венчикпен. Ұнға қопсытқыш, яғни разрыхлительді алдымен қосып аламыз. Сөйтіп, екі массаны бірге араластырамыз. Ұнды бірден салмай, шет-шетінен салып, аз-аздан салып, осылай араластырып тұрамыз. Барлығын салғаннан кейін бір жақсылап араластырып аламыз. Бізде түйір-түйір болып қалмау керек. Сол үшін жақсылап араластырамыз. Пирог дайындайтын формамызды дайындаймыз. Жан-жағына сары майдан жақ дайындап қоямыз. Біздің массамыз осындай сұйықтықта болуы қажет. Массамызды формаға құямыз, сосын осылай кішкене сілкейміз. Яғни қамырымыз біркелкі жайылып, кейін пирог біркелкі пісу үшін қажет ол. 180 градуста шамамен 40-50 минут пісіресіздер. Сіздерде жұп-жұмсақ 5 минутта дайын болатын тәп-тәтті пирог пісіп шығады. Үйдегі жандарыңызды, отбасыңызды, қонақтарыңызды қуантып, шайға пісірсеңіздер, өкінбейсіздер. Аз уақыттарыңызды алып, тез пісетін керемет пирогтардың бірі. Қарасаңыздар, осылай көтеріліп, әдемі болып піседі. Үйдегі бар қолжетімді ингредиенттермен пісірсеңіздер болады. Егер осы рецепт сізге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Рахмет.